Кайырлы күн. Аты жөнім Айткүл Тұрсынбайқызы болады. Күрес түрлері бойынша олимпиадалық даярлау орталығында жұмыс жасаудамын. Медицина қызметкерлерінің нақты жалпы функционалдары Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің 96 бұйрығына сәйкес негізделіп, бұйрық аясында жұмыс атқарамыз. Біздің басты жұмыстарымыздың негізгі бөліктерінің бірі медициналық бөлімшенің медицина қызметкерлерімен ұйымдастыра отырып, күрес түрлері бойынша олимпиадалық даярлау орталығының спортшыларына толық деңгейде қызмет көрсету, алғашқы көмек көрсету, оңалту, реабилитация барысында жалпы қызмет көрсетеміз. Дәрі-дәрмектермен қамтамасыз ету, витаминдер беру, спортшыларымыздың және жаттықтырушылардың тамақтану барысын, ас мәзірінің дайындалу барысын асхана қызметкерлерімен бірлесе отырып қадағалап отырамыз. Медбикелердің басты жұмыстарының бірі осы мекеменің, спорт сарайымыздың тазалық жұмыстары, клиниканың жұмыстарын қадағалау, залалсыздандыру жұмыстарының қалай өтіп жатқанын, клиника қызметшілерінің химиялық заттармен жұмыс істеу, өздері сақтауын үйретеміз, бақылауда ұстап отырамыз. Залалсыздандыру жұмыстарының маңызды сәттері спортшылардың арасында әртүрлі инфекциялық, жұқпалы тері ауруларын алдын алу іс-шаралар болып табылады. Биылдан бастап бізде медицина қызметкерлері оқу-жаттығу жиындарына спорттық құрамалармен бірге жіберіліп жатыр. Күрес түрлері бойынша олимпиадалық даярлау орталығының спортшыларының күнтізбелік жоспарға сай медициналық тексеруден өтуін электрондық форматтан қағаз жүзінде дайындап, жинақтап отырамыз. Дәрігерлердің нұсқау парақшасы бойынша видео процедура қабылдайтын бөлмеде әртүрлі процедураларды жүргіземіз. Аппарат тізімдер, электромагнитная терапия дейміз, және ультразвуковая терапия. Дәрігерлердің нұсқауы бойынша дәрумендер ем жұмыстарын жүргізіледі. Спортшылар осы жерде толық массаж алады. Оқу-жаттығу жиыны басталардың алдында медицина бөлімінің дәрігерлері және оқу-әдістемелік бөлімінің мамандарымен бірлесе отырып, спортшылардың тізімі жасалады. Қанша спортшы баратыны, оқу-жаттығу жиыны қандай түрлері болатыны, соған сәйкес тізім бойынша медбикелер дәрі-дәрмектерді жинастырып дайындаймыз. Осымен мен сіздерге медицина бөлімінің қысқаша түсінікті деп ойлаймын. Медицина қызметкерлері болғандықтан біз әрқашанда біздің жұмысымыз өте қырағылықты, спортшыларымызға түсіністікпен қарауды, тыңдай білуді талап етеді. Спортшыларымызға сенеміз, жаттықтырушыларға әрқашанда жеңіс тілейміз. Тәрбиелеп жатқан шәкірттеріміз әрқашанда жеңіс белестерін бағындыра берсін. Тек қана сәттілік. Назарларыңызға көп-көп рахмет.